Сәлем балалар, қал жағдайларыңыз қалай? People's Book 39-шы бет. Exercise 1. Listen, point and repeat. Тыңдаймыз, көрсетеміз және қайталаймыз. Мұнда бізге спортты қолдануға болатын етістіктер берілген, я? Біріншісі hit. Hit, ұру. Екі, catch. Catch, ұстау, ұстап алу. Үш, kick. Kick, тебу. Төрт, throw. Throw, лақтыру. Ал енді астында екінші жаттығуды орындайық. Choose and write. Таңдаймыз және жазамыз, я? Яғни дұрыс сөзді таңдап, дұрыс орынға қойып жазамыз. Бірінші. They playing football. Олар футбол ойнап жатыр. They can kick the ball, but they mustn't hit it. Я? Олар допты тебе алады, бірақ оны ұруға болмайды, я? Қолмен, яғни ұруға болмайды. Екі. They are playing baseball. They can hit the ball. Олар допты ұралады, but they mustn't kick it. Бірақ тебуге болмайды. Үш. They are playing basketball. Олар баскетбол ойнап жатыр. They can catch the ball. Олар допты ұстай алады, but they mustn't kick it. Бірақ тебуіне болмайды. Төрт. They are playing volleyball. Олар волейбол ойнап жатыр. They can throw the ball. Олар допты лақтыра алады, but they mustn't catch it. Бірақ ұстауына болмайды. Осындай қызықты тапсырмалар берілген екен бұл бетте. Барлық тапсырманы орындадық. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Жылдың аяғынан дейін осы кітап бойынша сабақтардан көмектер ала аласыздар. Сау болыңыздар.